Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз модуль 2-ге көшеміз. Модуль 2-міз инвестицияны қызметін қаржыландыру және несиелендіру көздері. 5-ші тақырып қаржыландыру көздері, инвестициялық қызметтің құрамы мен құрылымы. Бұл тақырыпта 3 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрағымыз инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерінің жалпы сипаттамасы. Екінші сұрағымыз инвестициялардың сыртқы және ішкі көздері. Үшінші сұрағымыз халықтың жинақ ақшасы мемлекеттің инвестициялық қызметінің ең арзан және қолжетімді көзі ретінде. Сабақтың мақсаты: қаржыландыру көздерінің жалпы сипаттамасын, олардың құрамы мен құрылымын зерделеу қажет. Меншікті қаржы ресурстарын, пайданы, өтемпұлдық аударымдарды, тартылған қаржы ресурстарын, несие, қарыз ресурстарын, бюджеттен инвестициялық қаржыландыруды және шетелдік инвестицияларды қарастыру. Осыған орай алғы тақырыпта да айтып кетті. Осы тақырып бойынша ғаламтордан, газет журналдардан іздестіретін, өздеріңіз білетіндей, кілтті сөздер керек. Сондықтан кілтті сөздерге тоқталамыз. Инвестиция, қаржы, ресурс, аударым. Енді бірінші сұрағымызға көшеміз. Инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерінің жалпы сипаттамасы. Бас кезінде айтып кеткендей, нақты шаруашылық жүргізуші субъектілер тұрғысынан инвестициялық жобаларды қаржыландырудың көздері ішкі және сыртқыға бөлінеді. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдардың ішкі қаржыларына мыналар жатады: қолда бар қорларға өтемпұлдық есептеулер. Келесі, өндірісті дамытуға бағытталатын өндірістік шаруашылық қызметінен алатын пайда. Келесі, табиғат апаты және оқыс оқиғалары нәтижесінде келтірілген шығындар үшін өтем түрінде сақтандыру компаниясынан алынған сомалар. Келесі, қажет емес және артық негізгі құралдарды сатудан және айналым қаражатының артықтарын алған қаражат. Келесі, материалдық емес активтерді, бағалы қағаздарды, өзге де кәсіпорындардың бағалы қағаздарын, патенттерді, өнімдердің өнеркәсіптік үлгілеріне иелік ету құқықтарын, өнімдер өндіру тәсілдерін және тағы басқа өткізуден алған қаражаттар жатады. Келесі, сондай-ақ әртүрлі көздерден тартатын қаражат кәсіпорындар мен ұйымдарды инвестициялаудың меншікті көздеріне жатады. Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың тартылған қаражаттарына мыналар жатады. Егер тоқталып кететін болсақ, инвестордың акциялар мен өзге де бағалы қағаздарды шығару және сатуы нәтижесінде табыс әкелетін қаражат. Келесі, компаньондар құқықтарында және дивидендтерді бөлуге қатысудың тиісті жағдайларында инвестициялық жобаға қатысуға тартылған өзге де кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты. Келесі, жоғары тұрған холдингтік және акционерлік компаниялардың өнеркәсіптік қаржылық топтардың қайтарусыз негізде бөлінетін қаражаты. Келесі, мемлекеттік субсидиялар, аймақтық және жергілікті бюджеттерден кәсіпкерлікті қолдау қорларынан түсетін және өтеусіз негізде берілетін әртүрлі ақша жанрлары мен құрамдылықтар.
Қарыз қаражаттардың әртүрлі формалары инвестициялардың сыртқы көздеріне жатады. Сондай-ақ өтеусіз негізде берілетін аймақтық және жергілікті бюджеттерден әртүрлі кәсіпкерлікті қолдау қорларынан бөлінетін қаражаттар. Бірлескен кәсіпорындардың жарғылық капиталына қаржылық немесе басқалай материалдық және материалдық емес қатысу формасында берілетін шетелдік инвестициялар. Қаржылық қаражатқа мыналарды кіргізуге болады. Тағы да айта кетсек, қайтарылатын негізде берілетін бюджеттік несиелер. Әртүрлі қаржылық сақтандыру компанияларының инвестициялық, зейнетақы және өзге де институционалдық инвесторлардың банктік және коммерциялық несиелері. Кәсіпорындар мен ұйымдардың меншікті қаражаттары инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға жұмсалатын жалпы қаржы шығындарының негізгі үлесін құрайды. Олардың үлесіне әдетте бүкіл тұтынатын қаражаттың 80%-дан астамы келеді. Инвестициялардың жалпы сомасындағы бюджет қаражаттар үшін әдетте 10%-дан аспайды. Өтемпұлдық есептеулер инвестициялық мақсаттарға бағытталатын кәсіпорындар мен ұйымдардың меншікті қаражаттарының елеулі бөлігін құрайды. Инвестициялардың жалпы сомасының 70%-дан астамы қазіргі уақытта солардың үлесіне келеді. Сонымен бір мезгілде экономикада инфляциялық үдерістердің болуымен және негізгі қорлар құнының теңгерімдік баланстық деп айтуға болады, есебі деректерінің олардың нарықтық құнынан артта қалуымен, негізгі қорларды қайта бағалаудың инфляция қарқынынан артта қалып қоюмен, сондай-ақ негізгі қорлардың тозуының елеулі дәрежесімен байланысты есептелетін өтемпұлдар. Тіпті жай ұдайы өндірістің өзі үшін аса жеткіліксіз екенін атап көрсету қажет. Енді тоқталайық. Жеделдетілген өтемпұл бұл мемлекет кәсіпорындар мен ұйымдарға беретін өзіндік түрдегі өтемпұлдық субсидия. Өйткені өтемпұлдарды есептеу кезінде және оны өндірістің өзіндік құнына жатқызу кезінде сәйкесінше олардың пайдасы азаяды және салықтық аударымдардың мөлшерлемелері төмендейді. Атап көрсетілген мақсаттар үшін өтемпұлдардың сақталушылығы, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды дамытуға және техникалық қайта жарақаттандыруға, инвестициялар көздерін қарастыру кезінде маңызды проблема болып саналады. Өтемпұлдарды инвестициялық мақсаттарға пайдалану үкімет қаулыларында көзделсе де, олардың сөзсіз сақталуын қамтамасыз ететін тетік әлі күнге дейін жоқ. Кәсіпорындар мен ұйымдардың басым көпшілігінің қанағаттанарлықсыз қаржылық жағдайларымен байланысты, олар өтемпұлды жалақыны төлеуге және өзге де төлемдерге пайдаланылады. Тартылған және қарыз қаражаттар қазіргі уақытта нақты инвестициялау жобаларын жүзеге асыру кезінде инвестициялардың жалпы сомасында салыстырмалы түрде оның шамалы бөлігін құрайды. Бұл ең алдымен қарызға алған және несиелер құнының жоғары болуымен, сондай-ақ жүзеге асырылатын инвестициялық жобалардың жеткілікті түрде тиімді еместігімен түсіндіріледі. Шетел инвестициялары шетелдік кәсіпорындардың және әртүрлі меншік түріндегі ұйымдардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың, шет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар мен қаржылық институттардың тікелей салымдар жасауы, оны ғана айтсақ ақшалай түрде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Бірінші сұрағымыз осымен тамамданды. Енді екінші сұраққа көшеміз. Инвестициялардың сыртқы және ішкі көздері. Нақты шаруашылық жүргізуші субъектілер тұрғысынан инвестициялық жобаларды қаржыландырудың көздері
Ола ішкі және сыртқыға бөлінеді. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдардың ішкі қаржыларына мыналар жатады. Айтып кетсек, қолда бар қорларға, өтемпұлдық есептеулер, өндірісті дамытуға, табиғат апаты және оқыс оқиғалар нәтижесінде келтірілген шығындар үшін өтем түрде сақтандыру компаниясынан алынған сомалар. Қажет емес және артық негізгі құралдарды сатудан және айналым қаражатының артықтарын алған қаражат. Материалдық емес активтерді, бағалы қағаздарды, өзге де кәсіпорындардың бағалы қағаздарын, патенттерді, өнеркәсіп үлгілерінде иелік ету құқықтарымен. Сондай-ақ әртүрлі көздерден тарататын қаражат кәсіпорындар мен ұйымдарды инвестициялаудың меншікті көздеріне жатады. Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың тартылған қаражаттарына мыналарды айтып кетсек болады. Инвестордың акциялар мен өзге де бағалы қағаздарды шығаруы және сатуы нәтижесінде табыс етілетін қаражат. Компаниядар құқықтарында және дивидендтерді бөлуге қатысудың тиісті жағдайлары. Жоғары тұрған холдинг және акционерлік компаниялардың өнеркәсіптік қаржылық топтардың қайтарусыз негізінде бөлінетін қаржысы. Мемлекеттік субсидиялар және қолдау барысында әр түрлі ақша жарналары мен құрамдары. Қарыз қаражаттың әр түрлі формалары инвестициялардың сыртқы көздеріне жатады. Сондай-ақ өтеусіз негізде берілетін аймақтық және жергілікті бюджеттерден, бірлескен кәсіпорындардың жарғылық капиталына қаржылық немесе басқалай материалдық және материалдық емес қатысу формасында берілетін шетелдік инвестициялар. Қаржылық қаражатқа жататындар қайтарылатын негізде берілетін бюджеттік несиелер. Әр түрлі қаржылық сақтандыру компанияларының инвестициялық зейнетақы және өзге де институционалдық инвестордың банктік және коммерциялық несиелері. Кәсіпорындар мен ұйымдардың меншікті қаражаттары инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға жұмсалатын жалпы қаржы шығындарының негізгі үлесін құрайды. Жаңа бас кезде айтып кеткендей, пайыздарын мен сіздерге айттым. Енді өтемпұлдық есептеулер инвестициялық мақсаттарға бағытталған кәсіпорындар мен ұйымдардың меншікті қаражаттарының елеулі бөлігін құрайды деп. Сол кезде инвестициялардың жалпы сомасының 70%-дан астамы қазіргі уақытта солардың үлесіне жетеді. Келесі, атап көрсетілген мақсаттар үшін өтемпұлдардың сақталушылығы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды дамытуға және техникалық қайта жарақаттандыруға инвестициялар көздерін қарастыру кезінде маңызды мәселелер болып саналады. Өтемпұлдарды инвестициялық мақсаттарға пайдалану үкімет қаулыларында көзделеді. Кәсіпорындар мен ұйымдардың басым көпшілігінің қанағаттанарлықсыз қаржылық жағдайларымен байланысты болады. Тартылған және қарыз қаражаттар қазіргі уақытта нақты инвестициялау жобаларын жүзеге асыру кезінде инвестициялардың жалпы сомасында салыстырмалы түрде оның шамалы бөлігін құрайды. Бұл ең алдымен қарызға алған және несиелер құнының жоғары болуымен, сондай-ақ жүзеге асырылатын инвестициялық жобалардың жеткілікті түрде тиімді еместігімен түсіндіріледі. Алайда айтып кететін болсақ, экономиканың өрлеуі мен инвестициялық белсенділіктің өсуі кезеңдерінде керісінше олардың жалпы тұтынылатын сомасындағы тартылған және қарыз қаражаттар үлесі өсетін болады және меншікті қаражаттар үлесінен артып кетуі де мүмкін. Инвестициялық белсенділік пен инвестициялық көздерін тұтастай алғанда, елдің ұлттық экономикасы тұрғысынан қарастыру кезінде ішкі және шетелдік деп бөлу қабылданған. Ұлттық экономиканың басым салаларына ең алдымен тікелей жеке инвестициялар түріндегі шетел капиталы Қазақстан Республикасындағы экономикалық міндеттерді шешуде белгілі бір рөл атқаруы мүмкін.
Чет эл инвестициялары чет элдик кәсіпорындардың және әртүрлі меншік түріндегі ұйымдардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың, чет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдар мен қаржылық институттардың тікелей салымдар жасауы. Ол енді тікелей салым деген кезде біз енді нені айтамыз? Оған ақшалай қаржы салу жүзеге асырылуы мүмкін. Екінші сұрағымыз осымен аяқталды. Келесі үшінші сұраққа көшеміз. Халықтың жинақ ақшасы мемлекеттің инвестициялық қызметінің ең арзан және қолжетімді көзі ретінде. Алайда экономиканы ырықтандыру кезінде біздің реформаларымыздың шетелдік бизнесмендердің капиталын біздің экономикаға тартудағы барлық ұмтылыстары табысты әрі сәтті болып шықпады. Оған Қазақстан Республикасындағы шетелдік инвестициялар көлемі салыстырмалы түрде үлкен емес болып қалуда. Негізінен шетелдік инвесторлар өздерінің капиталдарын отан энергетика секторына, қаржылық және өзге де қызмет көрсету аяларына шоғырландырады. Ілгері де айтылған қаржыландыру көздерінен өзге банктердегі салымдар түріндегі халықтың қаражаты, бағалы қағаздар, қол ақша одан маңызды төмен емес қаржыландыру көзі болып саналады. Халықтың уақытша жұмсалмай жатқан қаражаты тиісті жағдайлар болған кезде экономиканың нақты секторына жұмсалуы мүмкін. Қазіргі уақытта инвестициялық аяға бағытталатын халық қаражатының үлесі өте аз мөлшерде ғана және оның себептері болып мыналар саналады. Біріншіден, халықтың ақшалай қаражаты, халықтың жинақ ақшасы жаппай сипатқа ие болғанда және халықтың өмір деңгейі жеткілікті түрде жоғары болған кезде несие ресурстарының сенімді көзі болып пайдаланылады. Біздің елімізде өкінішке қарай осындай фактор жоқ. 90-шы жылдардың басында салымшыларды тонаған коммерциялық банктерге халық сенімсіздікпен қарай бастаған. Қазіргі таңда олай емес. Халықта біздің екінші деңгейлі банктерге сене бастады. Салымдардың пайыздары өсе бастады. Енді екіншіден, халықтың жинақ ақшасы экономикалық және әртүрлі алып сатарлық факторларға қатысты үлкен ауытқуларға ұшырайтын аса орнықсыз ақшаға ресурсы болып саналады. Үшіншіден, халық үшін корпорациялардың бағалы қағаздарына қаражат салу тартымды емес болып саналады. Өйткені соңғы ұсақ жеке инвесторлар үшін табыстылықтың тіпті ең төменгі деңгейін қамтамасыз ете алмайды. Төртіншіден, инфляция мен жалпы әлеуметтік экономикалық тұрақсыздық жағдайларында халықтың қаражатын ұзақ мерзімдерге тарту мүмкіндіктері күрт төмендеді. Бесінші, ұсақ және салымшылардың қаражаты коммерциялық банктер көпшілік үшін клиентураларға қызмет көрсетуге жұмсалатын шығындары мен бағасы бойынша қымбат болып қалуда. Сондықтан олардың жасаған жалпы салымдарындағы халықтың тартылған қаражатының үлесі әлі шамалы ғана болып отыр. Осымен дәріс бойынша 3 сұрағымыз аяқталды. Енді осы 3 сұрақты қорытындылап түйіндеме жасаймыз. Кез келген инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін қаржылық инвестициялық жобаларды, сол сияқты нақты инвестицияланатын жобаларды жүзеге асыру кезінде ақшалай қаражат міндетті түрде қажет болады. Нақты инвестициялайтын жобаларды жүзеге асыру кезінде ақшалай қаражаттан өзге инвестициялық ресурстар ретінде жұмыс істейтін негізгі қорлар, жер телімдерін, өнімдердің, өнеркәсіптік үлгілерін, патенттерді және тағы басқа сатып алған құқықтар пайдалануы мүмкін. Инвестициялық жобаны қаржыландыру бұл жүзеге асырудың бүкіл кезеңі ішінде оны ақшаға ресурстармен қамтамасыз ету. Жобаны жүзеге асырудың кез келген кезеңінде қажетті инвестициялық шығындардың қолма-қол ақша қаражатымен жобалауы.
Яғни, оны жоспарланған мерзімде жүзеге асырудың сенімділігін қамтамасыз ету ілгеріде атап көрсетілген қаржыландырудың міндеті болып табылады. Егер қандайда бір кезеңде инвестордың қажетті қаржылық қаражаты болмай қалатын болса, онда бұл жобаны жүзеге асыру үрдісін құрайтын тиісті жұмыстарды орындаудың тоқтауын немесе тоқтауға әкелуін білдіреді. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.